Сәлем оқушылар, бүгін бізде 42-ші сабақ үлес және бөлшек туралы түсінік. Жыл мезгілдері айлар және апта күндері. Сен бөлшек дегеннің не екенін білетін боласың, оларды жазуды және салыстыруды үйренесің. Бірінші тапсырмада күнтізбе бірдей қанша бөлікке бөлінген және қандай бөлік бір айды құрайды дейді. Мына бізде күнтізбеміз 12 мына жерде бізде 12 бөлікке бөлінген және қандай бөлік бір айды құрайды. Егер де мынау бізде 12 бөлік болатын болса, міне, мынау бізде 12 бөлік болатын болса, бір ай соның 12-ден бір бөлігін құрайды деген сөз. Келесі, қараңыздар, көктем айлары бір жылдың қанша бөлігін құрайды дейді. Көктем айлары бізде наурыз, сәуір, мамыр, солай ма? Солай ғой. Көктем айлары бізде 12-нің 3 бөлігін құрайды міне. Бұл жазу бөлшек деп аталады. Яғни мынау бізде балар бөлшек. Бөлшек деп атаймыз. Бөлшек. Бөлшек. Енді бізде қараңыздар, мынау бізде бөлшек деп аталады және сызықтың астында жазылған сан бұл бөлімі. Яғни, мысалы, 12-ден 3 болатын болса, мынау бізде алымы болып саналады, алымы деп атаймыз, және мынау бізде бөлімі болып саналады. Бөлімі деп атаймыз. Келесі, ол қанша бөлікке бөлінгенін көрсетеді. Яғни бөлім бізде қанша бөлікке бөлінгенін көрсетеді. Сызықтың үстінде жазылған сан алымы, ол қанша осындай бөлік алынғандығын көрсетеді. Келесі, бір күн аптаның қанша бөлігін құрайды. Мына жазу нені білдіреді? 7-ден 1. Бір күн аптаның 7-ден. Яғни бізде бір апта неше күнге бөлінген? 7 күнге бөлінген, соның бір күні бізде 7-ден 1 деп білдіреді. Аптаның жұмыс күндері мен демалыс күндерін көрсететін бөлшекті жаз дейді. Қараңыздар, егер апта 7 бөлікке бөлінген болса, соның жұмыс күндері бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5 күн бізде жұмыс күні болып табылады. Ал қалған күндер, міне 7-ден, қалған күні бізде 2 күн ғой, сенбі және жексенбі. Бұлар бізде аптаның демалыс күндері болып табылады. Келесі, фигураларды боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазып, оларды салыстыр дейді. Қараңыздар, мына фигурамыз бізде неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлікке бөлінген және оның неше бөлігі боялған дейді. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлігі боялған. Келесі шеңберде бізде бұл да 6 бөлікке бөлінген. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлік, соның бізде 4 бөлігі боялған. Не 1, 2, 3, 4. Келесі әсінші тапсырмада қараңыздар, 1, 2, 3, дәл сондай бізде 3 қатар бар. 9 бөлікке бөлінген және соның бізде 5 бөлігі боялған. 1, 2, 3, 4, 5 бөлігі боялған. Келесі дәл сондай бізде фигура 9 бөлікке бөлінген, соның 2 бөлігі боялған. Бөлімдері бірде 2 бөлшектің қайсысының алымы үлкен болады, сол бөлшек артық болады. Яғни балалар, былай деген сөз, қараңыздар. Мысалы, 7-ден 4 және 7-ден 5 деген сандар берілсе, егер де бөлшектің бөлімдері бірде болатын болса, 7-де 7 екеуден ғой, ал бірде болатын болса, енді үстіне алымына қараймыз. Яғни 4 пен 5-ке қараймыз. 4 үлкен ба, 5 үлкен ба? 5 үлкен. Демек, 7-ден 5 үлкен болады. Келесі, мысалы, 8-ден 3 және 8-ден 5 болатын болса, бөлімдері бірде ғой, енді алымдарына қараймыз. 3 үлкен ба, 5 үлкен ба? 5 үлкен. Сол сияқты бөлшектерді салыстыр дейді. Мына жерде 6 үлкен болады, 6 мен 1-ді салыстырғанда. 3 пен 7-ні салыстырғанда 7 үлкен. 13 пен 4-ті салыстырғанда 13 үлкен. Келесі 9 пен 5-ті салыстырғанда 9 үлкен. Бөлшектерді жаз өсу ретімен дейді. Ең бірінші бізде 1, 7, 3 деген сандар салыстырсақ, ең кішкентай бізде 1. Келесі 9-дан 1-ден кейінгі сан бізде 3.